Ассаламу алейкум. Асхаб Суфа каналына қош келдіңіз. Бүгін өтетін тақырыбымыз идғам. Біз алдында осыған дейін тәжвид ережелерден ихфа, изхар, иқлаб дегендерін үйренген едік. Енді бүгін идғам ережесінің оның ішіне екі түрін үйренетін боламыз. Өте оңай ереже. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, пікіріңізді жазып, лайк баса кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Бисмилля. Идғам екіге бөлінеді. Идғам қазақшасы міне ғұннасыз, ғұнналы. Билағұннаның әріптері екеу, ол ләм және ро. Ал мағал ғұннаның әріптері төртеу, міне яй, мим, нун және уау әріптері міне. Енді бұны түсіну үшін мен сіздерге мысал жаза кетейін. Бірінші мысалымыз, сүкінді нуннан кейін ро әрпі келіп тұр. Билағын әріптерінен ро келген үшін мұнау нунды роға айналдырып жібереміз. Мир роббихим. Нун жазылса да оқылмайды. Мир роббихим. Ұсталынбай тек қана оқып өтіп кетеміз. Билағынаны ұстамаймыз міне. Екінші мысал, фәмәлләм арғарай сөзі бар. Фәмәлләм міне сүкінді нуннан кейін ләм келген үшін нунды ләмге айналдырып жібереміз, яғни шәдделейміз. Фәмәлләм. Бұл өтіп кетеміз, ешқандай ұстамаймыз. Үшінші мысалымыз, Бақара сүресінің алғашқы 5 аятында келетін худан лил муттақин міне. Билағын әріптеріне ләм келіп тұр, сол үшін тәнвинді худал лил муттақин деп оқимыз. Худал лил муттақин. Екінші біздің мағалғына яй әрпіне мимға және нунға және уауға бір мысалдан көрсетемін. Бірінші яй. Мән яқулу деген сөз міне. Мән нуннан кейін яй келген үшін мәй яқулу деп оқимыз. Нунды яйға айналдырамыз және ортасын ұстаймыз. Мағалғына ұсталынады. Екінші мысалымыз фи ройбин минма. Енді бұл жерде ройбин, содан кейін мынау мим келіп тұр. Ройбим мимма деп оқылады. Ройбим мимма. Мынаны им деп оқимыз, әрі ортасын ұстаймыз. Үшінші, нунға мысал, миннарин. Сүкінді нуннан кейін нун келіп тұрған үшін идғам мағал ғұнна болады. Ұсталынады ортасы миннарин. Соңғы мысалымыз, міне уауға мысал, вә рa'ду вә бәрқа. Мына жерде дамма тәнвинді он ғой негізі, осыны у деп оқимыз да. Вә рa'ду вә бәрқа. Ортасы ұсталынады, әрі у деп ұстаймыз. Вә рa'ду вә бәрқа. Бүгінгі сабақты тағы да қайталап кетеміз. Идғамның екі түрі бар, мағал ғұнна және билағ ғұнна. Қазақшасы ғұннасыз идғам және ғұнналы идғам делінеді. Билағ ғұннаның, яғни ғұннасыз идғамның екі әрпі бар, ләм және ро. Ал ғұнналы идғамның төрт әрпі бар, яй, мим, нун, уау. Бұларға мысал келтірдік. Міне, мағал ғұннаның мысалы, мән яқулу болса, мән яқулу. Фи ройбим мимма миннарин. Вә рa'ду вә бәрқа. Енді билағына деген ол арасы ұсталынбайды. Мир роббихим. Просто шәдделенеді. Сүкінді нун келсе, немесе тәнвиндер келсе, шәдделенеді. Фәмәлләм худан лил муттақин. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.